17-ші орын. Өрмекші адам үйден жырақта. Өрмекші адамның бұл бөлімінде алдыңғы бөліміне қарағанда өрмекші адамды сәл болсында ақылды етіп көрсетті. Онымен бірге басты жауыз Мистерио ешқандай супер қабілеті жоқ, тек қана дрондары бар адам болды. Яғни тым әлсіз болды. Онымен бірге алдыңғы бөлімдегідей аса қатты таңғалдыратын еш нәрсесі болмағандықтан сәл болса да алдыңғы бөлімнен аз баға берілді. 6-ші орын. Өрмекші адам үйге оралу. Өрмекші адамның дәл осы бөлімде басқа бөлімдерге қарағанда Питер Паркердің сыныптастары аса қатты харизмалы бола алмады. Бірақ та фильмнің жақсы тұстары бар. Мысалға, өрмекші адамды ойнайтын Том Холланд өрмекші адам рөліне нағыз жаратылғандай өте әдемі көрінеді. Және де басты жауыз құзғын да өте керемет ойластырылған. 15-ші орын. Галактика сақшылары 2-ші бөлім. Галактика сақшыларының 2-ші бөлімі дәл 1-ші бөлімдегідей қызықты әрі де күлкілі болды. Бірақ та фильмде кек алушылар мен галактика сақшылар 1-ші бөлімдегі оқиғаларды қайталап сәл аз баға алды. 14-ші орын. Алғашқы кек алушы басқа соқыс. Фильм маған ұнады. Режиссер ағайынды Руссолар фильмді өте керемет ете білген. Яғни фильмнің кіріспесі, негізгі бөлімі және де қорытындысы да анық көрсетіле білген. Және де фильм тыншылық стилде түсірілген. Тек қана фильмнің соңғы жағы басқа фильмдер сияқты атыс шабыс сөйтіп аяқтала салады. Бірақ та фильмнің ең соңғы қорытындысында үлкен интригамен фильмді аяқтап тастайды. 13-ші орын. Доктор Стрэндж. 12-ші орын. Қара пантера. Алғашқы және ең жақсы түсірілген қара нәсілдердің мен алғашқы фильмі. Фильмде 90%-дан астам қара нәсілдер қатысқан. Және де фильмде өте керемет сценалар мен кадрлар өте көп. 11-ші орын. Чан-Чи және он сақина жайлы аңыз. Ал бұл фильм Марвел кино ғаламындағы ең алғашқы шығыс азиялықтар жайлы түсірілген фильм. Фильмде негізінен қытайлық стилде түсірілген және де өте керемет сценалар көп. Тіптен шайқас кезіндегі сценалар өте керемет ойластырылған десек те болады. 9-ші орын. Өрмекші адам. Бұл фильм жайлы барлықтарымыз біледі деген ойдамын. Сол себепті көп айтпаймын. Келесі орынға кеттік. 8-ші орын. Тор Рагнарёк. 7-ші орын. Кек алушылар. Барлық супер батырлар өз орындарында өте керемет суреттелген. Бір-бірлерінің арасындағы диалогтар да өте керемет көрсетілген. Жалпы кинодағы басты жауыз Локи да өте керемет жауыз деп айтсақ да болады. Тіпті 2012 жылдың ең үздік жауызы болып та осы Локи таңдалған еді. 6-ші орын. Кек алушылар шексіздік соғысы. Кино өте жоғары деңгейде түсірілген. Мен байқаған ешқандай кемшілік жоқ. Кинода басталғаннан бері соңына дейін әртүрлі экшн сценалар мен шайқастар толы. Киноны көруге сіздерге ұсынамын. 5-ші орын. Галактика сақшылары.
Торды санамағанда галактика сақшылары ғарышта оқиғалар жайлы түсірілген Marvel кино ғаламындағы ең алғашқы фильм. Фильмде бір-бірлеріне көмектесу, ұжымдасуы жақсы көрсетілген, онымен бірге әзілдері де бар, және де олар өте қызықты және күлкілі, және де әрбір кейіпкердің оқиғасын өте керемет суреттеген. Жалпы фильм тамаша, көруге кеңес берем. Төртінші орын Өрмекші адам 2. 2004 жылы Өрмекші адам 2 фильмі Оскар сыйлығын алған. Артық ешнәрсе айтпаймын, ары қарай өздеріңіз біледі деген ойдамын. Көптен күткен 3-ші орын Темір адам. Marvel кино ғаламындағы ең алғашқы фильм. Егер де бұл фильм шықпағанда, біз атап өткен 37 фильмнің барлығы да шықпас еді. Жалпы бұл фильмнің тарихы да және де жасалу жолы да өте қиындықпен өтті. Бірақ та оның сценарий жағынан да және де өзінің актерлық шеберлігінің арқасында Оскар номинациясына да ұсынылған фильм болды. Жалпы бұл барлық көрермендерге жаңадан супергеройлар жанрын шығарған фильм. Сол себепті бұны көрермендер мен кино бағалаушылар өте үлкен дәрежеде бағалады. Екінші орын Өрмекші адам үйге жол жоқ. Бұл кино барлық Өрмекші адамдардың фильміндегі жауыздарды және де бірдей 3 трилогияның Өрмекші адамдарының қосылып істелінген түрі. Фильмді драмада, фантастикада барлығы бар. Жалпы бұл фильм өзін-өзі өте жақсы деңгейде ақтады десек те болады. Бірінші орын кек алушылар финал. Бірінші орынға лайықты фильм. Барлық Marvel кино ғаламындағы батырларды қосып, кек алушылардың ең соңғы бөлімін жасады. Және де бұл тарихтағы кассалық табысы ең көп фильмдердің бірде бола алды. Жалпы кино тамаша, ешқандай кемшілік айта алмаймын. Құрметті көрермен, мінекей біздің видеода өз мәресіне жетті. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.